Ұстаздық еткен жалықпасы үйретуден балаға демекші, міне осы ұстаздық жолында 30 жылға жақын уақыт өтіпті. Бұл салаға бастағалы бері мұғалім, одан кейін оқу ісі жөніндегі директор орынбасары, тәрбие ісі жөніндегі директор орынбасары, мектеп директоры, аудандық халыққа білім беру бөлімінде метод әдіс бірлестік бөлім меңгеруші және халыққа білім беру бөлімі меңгеруші жұмыстарын атқардым. Бұл жұмысыма өзім қызығам. Ұстаздықтан басқа бос уақытымда өзім кітап оқимын. Және де өзім техникаға қызығамын, сол бойынша мәліметтер жинақтаймын. Бос уақытымда шығармашылықпен шұғылданамын. Осы еңбек демалысына шыққан кезде сол шығармашылығымды жалғастырып, бір кітапша ретінде шығарса деген ойым бар. Енді жастарға айтатын ақыл кеңесім, бүгінгі күнде мүмкіншіліктер өте көп. Сол мүмкіншіліктерден жақсы пайдаланып, білімдерін асырып, өз таңдаған мамандықтарын иесі болса, ұстаздықты таңдаса, міне бүгін ұстаздарға деген мемлекетіміз жағынан өте көп қатты көңіл аударылып жатыр. Соны мамандығын дұрыс таңдаса, өкінбейді деген ойдамын. Бүгінгі кіріп келе жатқан халықаралық 8 март әйел қыздар мерекесімен өз атымнан және де осы ұжымда жұмыс жасап жатқан ер кісілер атынан мектебімізде істеп жатқан әйел қыздарымызды, осы Қазақстан Республикасында Қарағанды облысының бүкіл әйел қыздарын мерекемен құттықтаймын. Сіздердің отбасыларыңызға амандық, тыныштық, дендеріңіз сау болсын. Осы көктем күніндей жарқырап күліп жүре беріңіздер.